Болат Әбілов Қазақстан активтерін қайтару қорын құрмақшы. Елге қайтару қоры әлі де тіркеуден өтуде. Оның құрамында Болат Әбіловтен бөлек Оразалы Ержанов, Сергей Дуванов, Асылбек Әбделов және Евгений Жовтис бар. Бизнесмендер, құқық қорғаушылар мен қоғам қайраткерлері президент Тоқаевтың бастамасымен заңсыз шығарылған қаражат пен мүлікті қайтару үшін құрылған ведомствоаралық комиссия жеткіліксіз деп санайды. Олар оның жұмысын біржақты және ашық емес деп ойлайды. Сондықтан олар өздерінің ұйымын құрмақшы. Мемлекеттік комиссияға сенім жоқ. Біз биліктің электоралдық сипатын білеміз. Қазір кейбір олигархтар ұсталып, түрмеге жабылып жатқанын білеміз. Бірақ бұл таңдамалы тәсіл. Бір шамамен тізімді жарияладық, басқа біреу бұл тізімнің толық емес екеніне күмәнданатын болады. Бірақ оларға байлықтың шығу тегі туралы түсініктеме беру үшін жүгіндік, дейді Болат Әбілов. Экс-шенеуніктер мен олигархтардың арасында Қазақстаннан жақсы қарым-қатынаста болып кеткендер немесе сот отырысында отырғандардың барлығын көруге болады. Нұрсұлтан Назарбаев, Нұрали Алиев, Кеңес Ракишев, Карим Масимов, Қайрат Боранбаев, Патоқ Шодиев, Тимур Кулебаев, Болат Өтемұратов, Ғалимжан Есенов, Болат Назарбаев, Александр Машкевич, Александр Клебанов, Динара Назарбаева, Адилбек Жақсыбеков, Шухрат Ибрагимов, Дарига Назарбаева, Бауыржан Байбек, Рашид Сарсенов, Алия Назарбаева, Нұрлан Нигматуллин, Диас Сүлейменов, Самат Абиш, Ерлан Нигматуллин, Данияр Абулгазин, Қайрат Сатыбалды, Владимир Ким, Олег Новачук, Қайрат Шарипбаев, Эдуард Огай, Владимир Джуманбаев. Елге қайтару қорының құрылтайшылары олардан алынған қаражатты қордың шотына қайтарғысы келеді. Онда мемлекет немесе оған қатысты тұлғалар жоқ. Олар болашақта білім беру, денсаулық сақтау және инфрақұрылым құрылысына жұмсалады. Яғни іс жүзінде белсенділер сол мақсатта қанды қаңтардан кейін құрылған үкіметтік Қазақстан халқына қорымен бәсекеге түспек. Ниет жақсы, бірақ олардың қалай жүзеге асатыны әлі белгісіз. Алайда 1917 жылғыдай түк болмағандай барлығын тартып алып, бөліп алып, ондаған мың қызметкері бар кәсіпорындар мен банктер бөліспеу керек дегенмен қоғам белсенділері елге ауыртпалық түспейтініне сендірді.